Киви жемісінің пайдасы. Біз кивиді жеміс деп атаймыз. Негізінде бұл азық жеміс емес, жидектер қатарына жатады екен. Оны жаңа зеландықтар ақшқа тасымалдауды бастағанда, оның бастапқы қытайлық қарлыған атты атауын өзгертіп, киви фрут деп атады. Бастапқы атауын өзгерту себебі сол кездегі салқын Қытай соғысы мен жидектерге деген қымбатшылықтың болуы. Кивиді қабығымен жеп көргендер бар ма? Негізінде кивиді қабығымен жеуге болады екен. Әсіресе испандық селекционерлер шығарған кивиньо сортын. Кивидің қабығы жұмсақ келеді. Кивидің қабығының құрамында антиоксиданттар мол. Ол асқазандағы зиянды бактериялардың көбеймеуін қадағалап залалсыздандырып отырады. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар, киви қабығы аса сезімтал, тілді ауыртып, уылтып жіберуі мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ, көмей дерматозы, тілдің ісуі туындауы мүмкін. Сонымен қатар, аллергиялық әсер беруі де ықтимал. Кивидің емдік қасиеті бар ма? Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ, кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жасартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзадағы зиянды нитриттердің енбеуіне де атсалысып отырады. Сонымен қатар, кивидің құрамында қан ауруын емдейтін темір молынан бар. Бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін де кивиді пайдаланып, маскалар жасауға болады. Достар, біздің арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін видеоның төменгі жағында орналасқан подписация батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сонымен бірге лайк пен қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыздар. Кивидің денсаулыққа пайдасы көп. Киви дәруменге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасынық, калий, кальций, магний, фосфор, мырыш, темір, марганец, сонымен бірге антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммундық жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ, жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар, бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринадтауға пайдаланатыны осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының пайдасы орасан екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалтқанда, күйзелісте, диабет, сонымен бірге тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен, осыншама пайдасымен бірге кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз.
Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөйлі қышқылы жоғары адамдарға байланған кезде сақ болу қажет. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқан жөн. Кивидің құрамында серотонин деп аталатын зат болады. Киви жемісінде серотониннің көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний мен калий бар. Екі кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке және бұлшық еттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калийдің мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекет тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ жүрек қан тамырлары ауруының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста бір киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар, кивиді тұтынатындарға жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Киви тыныс алу үшін де пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан ол тыныс алу жолдарындағы ауруларды жеңілдетіп, жөтелден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілеттен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар. Ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Кивидің рак клеткаларының пайда болуына жол бермейтін қасиеті бар. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындар жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен, киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге, киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдардың аргинины импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданады. Достар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.